Армысыңдар, құрметті оқушылар, біздің сүйікті шәкірттеріміз. Бүгін бір әннің тарихын айтқым келеді сендерге. Бұл алда келе жатқан 9 мамыр ұлы жеңіс күніне қарсаңында бір әннің тарихын айтып берейін. Бұл Москва түбіндегі Дубосеково разъезіндегі алқаптың қақ ортасында аласа бір төбе бар. Онда төңірек тып-тыныш, қалың жас шөп, гүлдер жайқалып тұр. Аңда-саңда көкектің даусы естіледі. Окоптардың жанында қызыл гранит тас. Осы алқапта қазір 28 қайың өсіп тұр. Бұл қазақстандық 28 панфиловшы гвардияшыларға мәңгілік ескерткіш. Ұлы отан соғысында олар фашистің 50 танкісімен шайқасып жеңіп шыққан. Осы ерліктері үшін олардың әрқайсысына Совет одағының батыры деген құрметті атақ берілді. Бірақ олар тірі қайтпады. Міне осы 28 панфиловшы гвардияшыларға арналған Қуандық Шаңғытбаевтың Дубосеково зиратында деген әні бар. Бұның әнін шығарған Нұрғиса Тілендиев. Мен сендерге бір шумағын айтып берейін. Ақ қайың өлгейді, желегі қуарған, тартады бір күйді, қырмызы орман. Күн шуақ күздегі, тұрналар тізбегі, шертеді мұң арман. Сарғайып сана меңдейді нала, о жалған, о жалған. Бір кезде дүрілдеп, ұранға тұнған жер, сұм ажал гүрілдеп, қан майдан құрған жер. Жан бауыр егіздер, 28 ер, жау тосып тұрған жер. Жарқырап күні, жадырап гүлі жайнайды. Жел тербеп орманды, жер талай айналар, оңаша қорғанды, нұр талай аймалар.